аламын. Олай болса, мен бастайын. Біздің бірінші фильміміз Крепкий орешек 2. Бұнда 3 жігіт стөлінде отырады. Олардың арасындағы ауылдың қып-қара баласы пакетті алып кетеді. Сіздер мүмкін байқаған жоқсыздар. Қайталап көрсетейін. Бұл кадрде афроамериканецтің қолы аппақ болып кетеді. Бұл кадр үшін 2 адам түсірілген сияқты. Ал екінші фильміміз Гарри Поттер и тайная комната. Бұл фильмде Гарри Поттер мен Дарк Малфойдың арасындағы магический дуэль болады. Сондағы ашуланған Гарри Поттер магический соққымен Дарк Малфойды құйрыққа отырғызады. Ал ашуланған профессор Снейп балалардың және оператордың көзінше оны қайтадан тұрғызады. Бұл кадрге қалай операторды түсіріп алғаны түсініксіз. Неге операторды монтажбен алып тастамағаны қызық. Үшінші фильміміз Джонни Депп Джек Воробейдің рөлінде. Ой, кешіріңіздер, капитан Джек Воробейдің рөлінде. Бұл фильм өз уақытында өте танымал болды. Бұл кадрда капитан Джек Воробей кеменің рөлінде болады. Ал артқы кадрда бір жігіт ковбойский бас киіммен, күннен қорғайтын очкимен көлге қарап тұрады. Бұл адам сол уақыт заманына сай келмейтін сияқты. Қалай ойлайсыздар? Төртінші фильм Гладиатор. Бұл исторический фильмде мұндай киноотелік бар. Арба аттың әсерінен жүру керек. Бірақ бұл кадрлерде арбаға газовый баллондар келіп тұр. Яғни фильмде арбалар газовый баллон арқасында жүріпті. Мұндай да қателіктер болады екен. Ал соңында Терминатор 3 фильмдегі киноқателікті айтып кетейін. Бұл фильмде 2 самолет түсіріліпті. Неге десеңіздер, өйткені гаражда самолеттің нөмірі басқа. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы қай фильмнен киноқателіктер табайын, соны комментке жазуды ұмытпаңыздар. Ал назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.